Так, запись жүргізіліп жатыр. Кешірім өтінемін. Аха, тыңдап тұрмын. Құрметті студенттер, барлықтарыңызға қазір демонстрацияны беретін боламыз сіздерге. Жұмыс уақыттарыңыз, өздеріңіздің жобаларыңыз қорғауға 7 минут беріледі, регламент. Барлықтарыңызға сәттілік, бастай берсеңіздер болады. Рамазанов Манарбек. Мен басқа компьютерден кіре салдым. Давай болды. Басталды. Мен саламатсыздар ма? Бетқайнар колледжі, сіздер бастаймыз дедіңіз, айтпақшы Бетқайнар колледж. Дұрыс қой, Рамазанов Манарбек. Каспална экранныға қойып алайық. Құрметті қазылар алқасы, бүгінде Қазақстанға келетін цитрустық өнімдердің 99%-ы сырттан импортталады. Біз бұл тәуекелділікті тек үлкен агротехникалар емес, қатардағы колледж қабырғасында да шешуге болатынын дәлелдедік. Назар аударыңыз, нөмір 7 Бетқайнар колледжінің студенттері өз қолдарымен жобалап, дәнекерлеген 224 метр шаршы жылыжайда біз Фахруддинов 1 лимонның бірегей микроклиматты және тамшылатып суару технологиясын енгіздік. Нәтижесінде суды 40%-ға үнемдеп, химиялық қоспаларсыз әр бұтадан 15 килограммға дейін таза өнім алдық. 1.200.000 теңге инновация қойып, 3 жылда 320.000 теңге таза пайда тапқан бұл жоба жай ғана лимон өсіру емес, бұл білім мен бизнесті ұштастырған аймақтық білім беру саласындағы тұңғыш нақты STEM және кәсіпкерлік моделі. Бұл жерде жобаның басты STEM феномені жатыр. Бұл жылыжайда біз дайын күйде сатып алған жоқпыз. Жылыжайдың металл конструкциясы профилінде құбырларды мен бұрыштықтарын біздің колледждің дәнекерлеу ісі мамандықтарының студенттері мен өндірістік оқыту шеберлері өз қолдарымен жобалап, шеберлері жасап істеді, дәнекерлеп тұрғызды. Бұл жерде инженерия мен математика, яғни конструкциясы қысымға төзімділігін есептеу іс жүзінде орнатылды. Ал ғылым мен технология бағыты бойынша біз жылыжай ішінде лимон үшін бірегей микроклиматты алгоритмді жасадық. Жамбыл облысында цитрус өсіру ертегі емес, бұл нақты есептелген болашақтың инженериясы. Біз тек макет немесе теория жүзіндегі бағдарлама жасаған жоқпыз. Біздің жобамыз қолмен ұстап нәтижесін көруге болатын дәнекерлеуші студенттерден бастап агрономдар мен экономистерді біріктірген нақты өнім беріп тұрған тірі бизнес инкубаторы. Назарларыңызға көп рахмет.
аты жөні. Біздің өзіміздің ауылымыздағы теплицамыз неше түрлі телеарналарда жүргізіліп, Астана бойынша, мемлекет бойынша бірінші дәрежелі дипломдармен марапатталған. Манарбек, рахмет. Бұл Рахмет, жобаларыңызды назарларыңызға рахмет. іске асыруға қандай үлес қосып жатсыздар? Түсініп қойдыңыздар, иә, негізі бұл жобаны? Иә, Ұсынылған жоба, иә? 5 жыл Сметасын болды сіздер осыны жұмыс жасадыңыздар ма істеп бұл жоба бойынша? Нөлден бастап. Мысалы, бізде бұндай жобалар көп қой, иә, мысалы. Бұл жобаның, сіздің жобаңыздың басқа жобалардан қандай айырмашылығы бар? Нақты Біз соған тоқталсақ. біз осы климатқа болмайтын жағдайда өзіміздің ауылымызда өсіріп, қолымен, Аха. өз қолымызбен ауылдың дәнекерлеу ісі және басқа да мамандықтар бойынша қосылып істем жобасында жасап шықтық. Аха. Нақты қандай нелерді шығарғанға дедіңіз? Есіме қалды. Лимон, Қияр. қияр, алдағы уақытта клубника өсіруді де жоспарлап отырмыз. Аха. Енді мынандай сұрақ. Яғни толық конструкция, дәнекерлеу ісі мамандығы, яғни нөлден бастап профильдарына дейін өзіміз сваркілеп, өзіміздің жобамыз, макетімізден нөлден жасалған жылыжай, ішіне тек химикатсыз, яғни құрылған жылыжайымыз ғой. Негізі видеосы да барлығы бар. Алдағы жоспарда біз көкнайды өсіруге осы ден қойып отырмыз. Енді сұрақ мынандай, енді жылыжайлар бізде көп, жаңа айтып кетті. Сіздер қандай технология қолданып жатсыздар, STEM-мен қалай байланыстырып жатсыздар Тамшылатып осы суару жылыжайларыңызды? и макетін өзіміз моделін жасау. Яғни 3D модельді жасадық, сосын оны іске асырдық. Және ресурс үнемдеуші бізде тамшылатып суғару ғой, негізі басты біздің неміз, яғни су шығынын. Бетқайнар өзі шұғыл континентті, серозем, бұл жерде өсімдіктің шығуы және сумен қамтамасыз ету өте қиын. Бізде фермерлердің өзі осы проблема ауыз сумен байланысты. Сондықтан бізге осы ресурс үнемдеуші. Бұл экопроектімізді біз неде де қолданып жатырмыз қазір. Алда неге қатыстық біз N-Explorers республикалық байқауына. Қазір соның сертификаты, яғни қатысушысымыз. Келесі жолы осы екі жобамыз бар ғой, лимонымыз бар, теплица барлығы көп, бірақ бұл авторлық өнім. Бұның теплицаны бізге біреу құрып берген жоқ, біз өзіміз құрдық. Сондықтан ерекшелігі сол деп ойлаймын. Жақсы, рахмет үлкен, аға. Келесі. Келесі Тұрсынбекұлы Жаныбек. Здравствуйте. Могу начинать? Аха, басай беріңіз. Мой проект посвящен разработке модульного защитного корпуса для учебного дрона с использованием 3D-моделирования, 3D-печати. Актуальность работы в том, что учебные дроны часто ломаются, и некоторые детали, они могут быть нераздельны, то есть они могут вместе соединены, то есть единый корпус. Я разработал так, что в CAD-модели сделал чертеж того, что некоторые модели соединяются, то есть отдельно присоединяются, отдельно разъединяются, для того, чтобы если какая-то часть повредилась, я ее мог снять, распечатать заново и заменить. Это намного эффективнее, чем разбирать полностью корпус, заново печатать верхний или нижний корпус. Также это делает ремонт быстрее и дешевле. Проектирование выполняется в CAD-модели с программой учета размеров, дронов, там учитывается толщина пластика и так далее. То есть я стараюсь сделать корпус такой, который может в воздухе спокойно летать, то есть чтобы корпус не был таким тяжелым и также быстро съемным. После этого был сделан прототип с помощью 3D-печати. Для разных деталей можно использовать разные материалы, более жесткие, для защиты и более гибкие. Для амортизации ударов практическая польза проекта – это снижение затрат на ремонт, повышенной надежности дрона и возможности легко улучшать конструкцию под разные задачи. Теперь я вам хочу включить демонстрацию экрана, то есть показать 3D-модель нашего дрона. Сейчас я вам включу.
На экран поделиться нажмите, Жанбек. Сейчас вот пытаюсь, у меня почему-то не получается. Вот. Видно, да? Да. Вот. Эта группа измеряет с помощью штангенциркуля размер всех деталей. После этого они заходят в Tinkercad, можно, без разницы, там Visual Studio Code 360. Они могут вот разрабатывать модель, то есть могут изменить размер, толщину и также сделать нужную гибкость для 3D-моделирования. Также это дрон, который сейчас сделанный. Эту модель сами собирали студенты, также разрабатывали модель. Вот. Некоторые детали, они специальные пластик, такой есть гибкий, благодаря которому, когда, например, дрон упадет, он может этот пластик амортизировать удар, чтобы не повредить корпус. Также в некоторых частях дрона есть твердый материал, то есть корпус, он установлен над платой, ну, там, где аккумулятор расположен маленький, литионный. Это для того, чтобы он не мог повредиться или так далее. Да, да, видно. На этом все. Жанбек, сіз тек макетін ғана жасап шықтыңыз, получается, иә? Да, я разработал макет, на 3D-моделирование составил. Также там все детали съемные. Этот, получается, это просто макет, но он, дрон не рабочий, да, пока что? Не программированный, не рабочий же, да? Это, вы, получается, просто детали же, да, сделали на 3D принтере? А вот этот вы же показали на фото, вот это, он рабочий дрон? Да, он рабочий, функциональный полностью. Вот надо было для доказательства видео сюда сделать, что вы своими руками, это очень хороший проект, Мгм. что вы своими руками сделали вот на 3D принтере вот эти все вот это части, да, дронов. И вот если вы сюда добавили доказательства, что вот этот дрон летает на видео хотя бы, то вообще было бы классно. Я бы с удовольствием добавил бы демонстрацию, просто он в процессе, поэтому, а до этого я разрабатывал модель, поэтому чуть не успел. А так он полностью функционирует, летает. Вообще дрон рабочий? Да, рабочий. На базе реального. Қазір қолыңызда бар ма ол дрон? Жоқ па? Есть, да, дрон? Можете показать, если он есть рабочий? На данный момент он функционировал, но сейчас мы его решили разобрать и сделать более лучше. Так что он сейчас в базе разработки, А сборки. вот То есть мы программирование, его... какой язык вы делали, вот если он рабочий дрон? Там же должен быть, да, программирование, он же летает. Правильно я понимаю? Какой язык программирования? Язык программирования ол қосты ма? Windows. Летающий Это дрон Tarot B600. Реально он существующий, то есть, я говорю, мы сейчас его дополняем, мы его разобрали. Мы сейчас заново собираем корпус, так как у нас был, я же вам говорил вначале, он полностью соединенный. Сейчас я разработал в CAD-модели детали, которые могут отдельно отсоединяться, если там, например, когда деталь повредилась. Это для быстрого, ремонта и меньше затраты производит. Также он летает, но сейчас, я еще раз повторюсь, он в сборке. Все, хорошо, спасибо. Мгм. Сұрақ жоқ, иә? Талап? Келесі. Жақсы, рахмет, Жаныбек. Келесі бізде Орынбек Бекалы, Талдықорған жоғары политехникалық колледж. Саламатсыздар ма? Презентация көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Саламатсыздар ма? Мен сіздерге көрсеткім келетін жобаның аты Politech VR Horror Simulator болып табылады. Бұл жобада біз Unity 3D форматында MetaQuest 3 VR гарнитурасына арнап жасалған. Бұл жерде біз сіздерге жобаның концепциясы болып табылады. Жобаның концепциясы ойын желісі дәл осы жерде біздің политехникалық колледж қабырғасында өтеді.
елестетіп көріңіз, сіз түнде колледжде қалып қойдыңыз, сингулярность деп аталатын жасанды интеллект колледжді басып алды. Ол барлық есіктерді жауып, жарықты өшіріп тастады. Негізгі мақсат колледждің ішінде жүріп, нақты берілген тапсырмаларды орындау болып табылады. Ең бастапқы сұрақ, бұл студенттерге не пайда алып келеді? Біз бұл жоба арқылы оқушыларды программалауға қызықтырғымыз келді. Яғни оқушы өзіне таныс дәліздермен жүріп, нақты берілген тапсырмаларды орындайды. Сіздерге видеосын көрсетсем қазір. Видео көрініп тұр ма? Пока ашылмады. Енді ашылды. Жаңағы айтқан сингулярность деген жасанды интеллект роботым. Осы робот сіздің артыңыздан қуалап, сізді бір триггерларға орындауды әрекет етеді. Жаңа айтқан бағдарламалық тіліне қызықтыру дегеніміз, әрбір есіктердің алдында бізде терминал тұрады. Терминалдарға жақындап, сіз осындай код береді, логикалық кодты сіз түсініп, соны шығару керек болып табылады. Егер де сіз дұрыс выбор таңдалған жағдайда есік ашылып, келесі бөлмеге қарай подсказка беріледі. Болды, осымен. Негізі өте қызықты дүние екен. Жалпы өзектілігі не деді, Бекали? Бұл жұмыс Жобаның өзектілігі виртуалдық шындық технология қарқынды дамып келуде. Жасанды интеллектпен байланысты, иә? Иә, жақсы, түсінікті. Рахмет. Рахмет, Бекали. Келесі бізде Төлеутай Арсен. Төлеутай Арсен, Жамалбеков Амир. ТВПТК буква. Талдықорған жоғары политехникалық колледжі. Сәлеметсіздер ме? Біз осы жоғары политехникалық колледждің студенттеріміз. Және де біздің қорғаған келген тақырыбымыз ол ТВПТК буква. Яғни бұл студенттерге арналған инновациялық кітап алмасу платформасы. Біз бұяқта жобаның мақсаты ТВПТК букла платформасының негізгі мақсаты ол студенттер арасында оқулықтар мен әдебиеттерді тиімді алмасу арқылы және де білімге қолжетімділікті арттыру және де оқу шығындарын азайту. Бұяқта біз бұл мақсат бірнеше маңызды бағыттарды қамтиды. Оның біріншісі студенттердің қажетті оқу материалдарын оңай табуына мүмкіндік жасау. Екіншісі оқу процесінде цифрлық технологияларды тиімді қолданамыз. Үшіншісі экологиялық мәдениетті дамыту және де соңғысы студенттер арасында ынтымақтастық пен өзара көмекті қалыптастыру. Яғни бұяқта жобаның міндеттері, жобаны жүзеге асыру барысында бірнеше негіздер міндеттері анықталған. Әлеуметтік міндеттері. Бұяқта платформа студенттердің бірімен қарым қатынасын нығайтады. Әртүрлі мамандықтар студенттер арасында ортақ қауымдастық құрылған. Олар тек кітап алмасып қана қоймай, тәжірибе, кеңес және де пайдалы ақпараттармен бөлісе алады. Сонымен қатар платформа коммуникациялық орта ретінде қызмет етеді. Студенттер жаңа таныстар тауып, ортақ қызығушылықтары бойынша байланыс орнатады. Жобаны зерттеу кезеңі. Жобаны әзірлеу алғашқы кезеңнен
Енді көрсете бер. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар және қазылар алқасы. Біз осы жоба аясында ТВПТК Book Club сайт жасадық. Бұл сайт кітапхана, негізде 4 бөліктен тұрады. Бұл басты беті. Бұл жерде біз жалпы осы жаңағы жоба бойынша түсінікті аламыз, қажетті ақпарат. Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің білімгерлеріне арналған кітап алмасу платформасы. Кейін бұл жерде кітаптар сүзгілеу функциясы әзірленген. Бұл жерде біз кітаптар категориялар бойынша тегін кітаптар алмасқа болатын, негізгі бағдарлама бойынша инженерия тақырыптарына сай кітаптарды сүзгілеп қажеттілігін таба аламыз. Және бұл жерде кітаптардың авторлары, атаулары, бұл жерде жаңа тапсырыс беру, алмасу сұрау, және болашақта көздеп отырғанымыз кітаптарды брондау функциясы, ол бізге жаңағы алмасуды тиімді етуге көмектеседі деп ойлаймыз. Бұдан бөлек бұл біздің жобамыз қалай жұмыс істейтін жайлы ақпарат қалдырған болатынбыз. Алдымен бұл 3 этаптан тұрады. Алдымен тіркелу керек. Колледж студенттері тегін тіркеле алады және профиль толтырып, білім алушылар қауымдастығына қосылады. Кейіндер кітаптарды қосып, фотосурет немесе бейнелерді бақылауға болады. Кейіннен алмасу, бұл жерде егер ұнап жатқан кітаптар болып жатса, оларды бір-бірімен алмасып, студенттер өзіне қажеттілігін таба алады. Міне бұл жерде сайт бойынша бүкіл батырмалар жұмыс істейді. Бұл жерге атыңызды, тегіңізді жазып, почтамен тіркеліп, мына жерде факультеттер таңдауға болады. Қай курста оқитыныңыз, құпия сөз таңдап, жалпы тіркеліп, осы платформамен жұмыс істеуге болады. Платформа онлайн түрде 24/7 жұмыс істеу қажет. Болашақта біз жаңа кітаптарды енгізіп, брондау, және бұны тек қана колледж арасында емес, басқа да колледждермен бірігіп жұмыс істеуге болады. Осы платформа бойынша біз білімгерлерге білім алу ресурстарын, оқулықтарды тегін немесе алмасуға беруге болады. Және сайт бұл жерде 2 тілге ауысады, қазақ тілден орыс тіліне. Міне кітаптар жаңа тіркелу. Жалпы бұл жерде базада 1250 кітап, 850 студент деп қарастыруға болады. Ең астында біздің жаңағы информационный блок деген сияқты өзіміз туралы ақпарат қалдырып кеттік. Бұл жерде басты жаңағы нелер, беттер, біздің байланысымыз, біз Талдықорған қаласы Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде Жансүгіров көшесінде орналасқанбыз. Және жаңағы ақпарат бөлісу үшін обратный связь жаңағы өзіміздің электрондық почтамызды қалдырып кеткенбіз. Жоба бойынша осы. Жамалбеков Амир. Амир сөйлеуді. Арсен. Жалпы бұндай жобалар көп қой негізі. Бұндай негізгі нәтижесі қандай, бұның жобаңыздың ерекшелігі қандай, мысалы басқа? Бұл жақта біз жобаның мақсаты, бұл жақта бізде жобаның негізгі идеясы бізде студенттер арасындағы білім мен ресурстарды ортақ пайдалану мәдениетін қалыптастырып, платформалар тек кітап алмасу, одан бөлек құрал ғана емес, сонымен бөлек қатар студенттердің академиялық және әлеуметтік байланыстарын нығайту цифрлық жолында жасалған орта болып табылады. Яғни осы проект. Жақсы, мына жердегі нелеріңіз, компоненттердің барлығы істеп тұр ма? Барлығы істеп тұр. Кітаптар бөлімімен. Сіздердің мына жақта ерекшеліктеріңіз, мен көріп отырсам, алмасу, бір-бірімен кітаптарды алмасады и брондайды, Мына жақта сіздер нақты сайтқа кіріп, тіркеліп, маған қалай 2 адам бір-бірімен кітап алмасатынын көрсетіп бере аласыздар ма? Бұл сайт қазірде біздер неге аяқталмаған тұр ғой, болашақта 2-ші курсқа барған кезде біз жаңағы осы сайтты ары қарай дамытып, іске қосуымызға болады. База қосуға.
Пока мына кітаптар алмаспайды, иә. Бір-біріне екі адам кіріп алмаспайды, иә. Мынаған кітап қоса аламыз ба мен қазір тіркеп? Сұрағыңызды қайталап айтсаңыз болады ма? Кітап қосу деп тұрсыздар ғой, мысалы, тіркеліп кітап қосуды көрсетіп бере аласыздар ма? Ол қазіргі әлі істемейді апай. Ол кейіннен Яу, екінші курстарда немесе болашақта оның бәрін жасап қолына тіркейміз. Негізі идея жақсы, идеяларыңыз өте жақсы идея. Енді мына жерде тағы да бізде енді инклюзивті білім беру бар, иә. Оларға қандай мүмкіндік бере аласыздар? Инклюзивті білім, мүмкіндігі шектеулі білімгерлерге. Мынандай бар ғой, слайд для слабовидящих деген бар. Сондай функцияларды қосып жетілдірсеңіздер, одан кейін сайттарыңыздың қауіпсіздігін күшейтсеңіздер, өте таптырмас дүние деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі бізде Муниф Ернар. Сәлеметсіздер ма? Мен Муниф Ернар Даниярлы. Экран көрініп тұр ма? Көрінбей тұр әлі. Или мынау сотқа қойдым. Иә, сотка. Болды. Компьютерді ноутбуктың зарядкасы қойып. Көрсетсе бола ма сотка арқылы? Иә, болады. Көрініп тұр ма апай? Ағай? Мен Муниф Ернар Даниярлы. Бүгінгі жобам ақылды смартфон жобасы. Бұл жобаның негізгі мақсаты ол заманауи технологияны орындап, ақылды смартфон технологиясының құрылымын жұмыс істеу принципін меңгеру, автоматты түрде жобалау. Және де жобаның өзектілігі қазіргі таңда адамдар уақыт үнемдеу үшін және қауіпсіздікті көп мән береді. Ақылды жүйесі жарықты автоматты түрде басқаруға, температурады регулировка жасауға және де үй жағдайында бақылауға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл жоба қазіргі заманда талабына сай және өте өзекті болып табылады. Тағы да айтып кететін жобаның негізгі мақсаты ол үйдің қауіпсіздігін арттыру, қолайлылық пен автоматтандыруды қамтамасыз ету, датчикті арттыру және орнату, бақылау ұйымдастыру, электроэнергиясын үнемдеу. Ақылды смартфон ол датчик пен микроэлементтерді арқылы үй ішіндегі құрылғыларды автоматты түрде басқару жүйесі. Оның артықшылығы да және де кемшілігі де болады. Arduino және датчик, дисплей, сым секілді заттармен жұмыс істеп үйрене аламыз. Және де модуляция ол жаңа датчиктерді температуралық, ылғалды, қозғалыс және де газ оңай қосуға болады. Оны қолдану үшін арзан қолжетімді компоненттер қолданылады. Бағдарламалар дамып көрсетіледі. Логикалық шарттары автоматтандыру, көрнекті макет қорғау және де жоба көрсету, TikTok Reel контенттерді жақсы көрсетіледі. Ал кемшіліктеріне келіп жететін болсақ, сымды ретсіз, былай қарай айтқанда сенімділік аз және де эстетика төмен болып келеді. Қорғаныс вообще жоқ, шаң, тоққа тұйықталу қауіптері өте қауіпті. Нақты үйге қолдану жарамайды. Ол өйткені қазір макетке қолданды да, нақты үйге ондай зат қолдануға жарамайды. Ол типа демонстрация ғана қолдануға болады. Қуатты, тұрақты әлсіз болып келеді, адаптер тәуелді. Адаптер ғанда Type-C адаптеріне тәуелді болып келеді. Және код түрінде Arduino шектеуге болады. Wi-Fi немесе Bluetooth болмаса, ол қашықтықтан басқарылмайды. Жобаның қолданылатын негізгі контурлері ол Arduino Uno, Arduino Nano және де Arduino Mega. Ол жобаның негізінен бірінші миы, барлық датчиктерді мәліметтер алады және де құрылымын басқарады. Бағдарламаны Arduino Int арқылы жазылады. Arduino UIS немесе ST35 датчик арқылы қолданылады. 5V рөлін модулі жарық және де есік үшін қолданылады. Қолданылған негізгі құрылғылар олар Arduino микрофоны және де макет үйі, бэклог және де сымдар, қуат көзі, LD экран. Бұл суретте ақылды жобасын макеттерін түрін құрылысын кесілен көрсетілген.
үй моделінің түрін датчигі мен электрокомпоненттерін орнату жүйесінің жұмыс тексеру жүргізіледі. Барлық элементтердің бір тұтас автоматты түрде жүйе ретінде жиналады. Міне негізгі Arduino Uno платформасына байланысты ақылды үй жобасы. Осы жерде біз оны қалай жинап жатқан жұмысы бар. Қорытындылай келе, Smart Home ақылды үй жобасы үйдің құрылысын автоматты түрде басқаруға тиімді жол көрсетіледі. Жоба барысында Arduino платформасының мүмкіндіктерін зерттеп, температураны бақылап, ақпараттарды дисплей көрсетіп, және қауіпсіздік жүйесін іске асыру жүйелер асырылады. Бұл жоба электроэнергиясын үнемдеуге, қауіпсіздікті арттыруға және адам күнделікті тұрмысын жеңіл мүмкіндік береді. Сонымен қатар жоба автоматты салаларды білім және тәжірибе дамуына үлкен үлес қосады. Болашақта Wi-Fi немесе мобильді қосымша арқылы басқаруға мүмкіндік беретін жүйелер болып табылады. Сосын менде тағы да видео бар, соны көрсетсем бола ма? Иә, болады, уақытыңыз бар. Мына жерде не жасадыңыз, айтып өтсеңіздер, өйткені дауысы шықпай тұр. Дауыс шықпай тұр ма? Қазір басынан айтайын. Бәріңізге сәлем. Сіздер назарларыңызға ақылды үй жобасы. Олай болса бірге тексеріп көрейік. Ең алдымен ақылды үй жобасы қажетті детальдармен көрсетіп өтсек, содан соң жеке-жеке тоқталып жұмыстан көрсетіп көреміз. Бірінші бұл бізде үйдің макеті Arduino платасы. Келесі материнский плата. Алғашқы перемешка және ішкі дисплей. Мына ішкі дисплей болып саналады. Қосылу Type-C тұратын. Біз екі әдіспен қосамыз. Бірінші ол компьютерге кодтарды жазып, сол арқылы қосуға болады. Екінші ол датчиктерді байланыстыра отырып қосуға болады. Олай болса датчиктерді таныстырып өтсек. Ол DHT-22 датчигі. Бұл кабинеттегі ылғалдық температурада анықтап көрсетіп дисплейға беріледі. Дисплейге назар аударсақ, бұл жерде сол жаңағы температура көрсетіп тұрады. MQ2 немесе MQ45 газ немесе түтінді анықтауға дисплей көрсетіледі. Мынау LDR жарық датчигі, ол станция арқылы анықталады. Жарық өшкен жағдайда жарық қосылады. Көрсетіп тұрғандай. PIR қозғалыс датчигі. Ол қозғалыс көргенде дауысы шиқылдап дауыс шығарылады. Нәрсе сол Болды ғой деймін, сізде? Ернар, самай лақтырып кетесіз. видеоңыз қатып қалды ғой деймін, соңында. Сет дұрыстамай қалды, лақтырып. Соңына жеттім, как раз. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, Ернар, жалпы бұл жұмыстың үлкен еңбегі көрініп тұр. Бірақ бұндай жалпы ақылды үй жобалары көп қой, уже жасалып қойған. Бұл жалпы енді қатты жаңалық емес қой ақылды үй жобасы. Бірақ осы бағытты таңдағаннан кейін басқа ақылды үй жобаларынан сізден қандай ерекшелігі бар бұл жобаның басқалармен салыстырғанда? Негізі бұл қазір уже қолданылып, жасалып жатқан бар дүние ғой. Қандай ерекшелік сізде? Андрей Владимировичқа барып кетті.
Ернар? Ернарда техникалық ақаулар болып жатқан сияқты, онда уақыт жоғалтпай келесі адамға сөз кезегін берейік бізде. Нұржігіт. Апай, жаңа ана соткада дұрыс сөйтіп ұстамай кетті де, енді кірдім басқа соткадан. Сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз болады. Қандай ерекшелік бұл жобаның? Ақылды үй жобалар жалпы көп қой. Сіздің қандай ерекшелігіңіз бар басқа ақылды үй жобаларынан? Біздің ерекшелік, біз біріншіден макет түрінде көрсеттік. Ол жерде біз Arduino Uno платасын қолдандық. Ол платформаға байланысты болып келеді, Arduinoға. Сосын бұл жерде бұл свет датчигі, және де менде дыбыс датчигі, сосын қозғалыс датчигі, газ датчигі үшеуі де болады. Бұл үй жағдайында көбінесе көбірек көмектеседі. Басқа датчиктерден қарағанда бізде MP11 немесе MP25 қолданған, 22 газ датчигі. Ерекшелігі тек қана Arduino Uno платформасына жасалғандығы болып тұр, иә? Иә. Жақсы. Онда келесі сөз кезегін берейік. Иә, Нұржігіт, Нұрас. Жақсы, Нұржігіт, Нұраса техникалық ақаулықтар. Онда келесі Рафиков Тимур. Да, здравствуйте. Меня зовут Рафиков Тимур. Сегодня я хотел бы вам представить свой проект ChimLab. Сейчас поделюсь трансляцией экрана. Так, надеюсь, видно. Да, видно. Так. Сегодня я хотел бы, повторюсь, представить свой проект ChimLab. В современном образовательном процессе особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий. Сегодня образование активно трансформируется, переходя от традиционных методов обучения к более гибким и интерактивным форматам. Одним из актуальных направлений является использование веб-ресурсов для организации учебной деятельности. Особенно это важно в условиях цифровизации общества и развития дистанционного обучения, когда образовательный процесс выходит за рамки учебных аудиторий и становится доступным в любое время из любой точки. Использование веб-платформ позволяет не только обеспечить непрерывность обучения, но и индивидуализировать образовательную траекторию каждого студента. В связи с этим мной был разработан веб-сайт ChimLab, который направлен на совершенствование преподавания химии, в частности, проведение лабораторных работ в онлайн-формате. Целью моего проекта является разработка веб-сайта ChimLab, который позволяет выполнять, контролировать и оценивать лабораторные работы по химии дистанционно, а также определить его эффективность в образовательном процессе. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: проанализировать текущее состояние проведения лабораторных работ, определить структуру и функциональные возможности сайта, разработать удобный интерфейс, реализовать функции выполнения, загрузки и оценки лабораторных заданий, создать систему обратной связи между преподавателем и студентом, проверить эффективность платформы на практике. Так, теперь мне нужно показать вам сайт. Вот это тоже видно, я надеюсь. Вот так, собственно, выглядит сайт ChimLab. На сайте есть вот такие функции, например, как можно менять язык, имеется и казахский, и русский для русскоговорящих, и языков с казахским обучением. На сайте есть удобная регистрация, получается, можно привязать e-mail, обязательный пароль, получается, у каждого есть свой аккаунт. Вход тоже работает. Также на сайте имеются видеоуроки, потом контактный телефон, получается, учителей.
и лабораторные задания. Лабораторные задания можно посмотреть, скачать их. После выполнения можно загрузить вот данные. При создании сайта были использованы современные веб-технологии как HTML, CSS и JavaScript. Также применялись дополнительные инструменты и технологии, как Google Fonts, получается, YouTube Player, DevTools, получается, Local Storage для хранения данных и Object.URL для работы с файлами. В принципе, думаю, на этом все. В дальнейшем проект может быть расширен за счет внедрения элементов искусственного интеллекта, автоматической проверки заданий и адаптивного обучения, что больше повысит его эффективность. Регистрация работает у вас? Пока что сайт не запущен на хостинг, и это пока еще не, получается, база данных не загружена на сайт. Вообще идея хорошая именно для преподавателей и студентов. Просто вот надо до конца вам доработать этот проект, добавить базу данных, чтобы вот эти все ваши кнопки, ссылки, да, работали. А так идея хорошая. Ага, рахмет үлкен. Келесі Мұратұлы Әмір. Здравствуйте, это я. Мгм. Так, сейчас. Я установлю. А как тут вам показать рабочий стол? Демонстрация экрана. Да, демонстрация экрана. Поделиться вот, пользователь его запустил. О, круто. Так, сперва давайте презентацию покажу. У меня проект парсинг называется New Parsing. Вот мое имя. Это автоматический сбор, экспорт новостей. Амир, ештеңе көрініп тұрған жоқ. Палат сізде көрініп тұр. Демонстрацияңыз ашылмады, қайтадан ашыңызшы. Заново откройте. Выбирайте демонстрацию и экран. деп тұрады ғой. Все? Ага. Все. Так, мой проект называется New Harvest. Harvest переводится урожай. Это мой проект по парсингу. Я беру данные из новостей, автоматический сбор и экспорт новостей. Проект для парсинга новостей веб-сайтов, фильтрации данных, сохранения CSV, Excel и SQLite. Тут проблема. Новости публикуются постоянно и собирать их вручную неудобно. Основные сложности — потери времени, дублирование информации, риск пропустить важную дубликацию, отсутствие единого формата хранения. Для мониторинга и аналитиков это вообще ужас. Ключевые возможности моего проекта — парсинг, система автоматически данные загружать HTML-страницы, фильтрацию, есть куча всего, архитектура. У меня проект разделен по нескольким ответственностям файлов. Ну, вот видите вы, если вы видите, конечно. Main это главный герой у нас, который запускает этот проект, собирая все файлы в едино. Feature Py — это загрузка HTML, сам процесс. New Parse — это изучение новостей. Save — экспорт и сохранение, там CSV, Excel. Config Py — это настройки. И аутентификация, и user — это авторизация и роли. У меня даже роли есть. Сейчас могу показать. New Harvest автоматически загружает страницы, находит новости, удаляет мусор, дубликаты и так далее. Структура новостей, ну, видите, решение, короче. Результаты проекта. Автоматизирует сбор новостей, фильтруется данных, экспорт в удобные форматы. Проект уже представляет собой готовый рабочий пайплайн для сбора и обработки данных. Дальнейшую систему можно расширить, добавив веб-интерфейс, API, поддержка нескольких новостей сайта. Спасибо за внимание. Мне еще статью прочитать? Или... Давай я прочитаю еще. Нет, вы демонстрацию сделайте лучше. Ваша работа. А, все это время не включалось, что ли?
Сейчас, блин. Презентация. Вы презентацию показали, а работу не показали, как Сейчас, настроиться. сейчас. Как это сделать? Также нажимаете на «Поделитесь», и оттуда выбираете экран, то, что у вас в экране показано. Мен нажал. И теперь статья. Ну, главное идти, что делать. Рассматривается, ну, то, что я тут говорил, тут уже ну, тот же самый почти. Но главная у меня идея, когда, ну, в дальнейшем какие внедрения будет, это типа искусственный интеллект, тематические классификации материалов, создание коротких аннотаций, разработка веб-интерфейса, телеграм-бота, внедрение планировщика, регулятора данных, анализ тональных коммуникаций. Ну, тут не лень читать, то что давайте покажу. Вот так проект. Вот мой проект. Каждый файл. Видно? Лёв? Чтоб тихий. Видно. Вот. Сейчас сделаю. Main. Вот логин. По юзерсу есть роль. Самый низкий роль — это мое имя почему-то. И самый высший — это админ. Ну, Амир — это как роль, просто внедренный сайт Sparsit, это я сейчас покажу. Такой сайт, если вы знаете, конечно. Ну, там новости показывает по Казахстану. Пароль, раз, два, три. Успешно. Все. И теперь результат можно найти вот тут. КЦФ. Ну, давай открывается. Вот. Но тут структуры нет почему-то. И Excel. Ой, SQLite. А тут SQLite нет. Блин, проблема у меня. SQLite нет, так что не могу показать. И Excel. Через Excel могу показать. Тут Excel тоже нет, ё-моё, ладно. Ну, вы поняли, короче. В SQLite общем, и КСФ, Excel там хорошо, хранится. Амир, понятно все. Вы не смогли, да, показать, да, демонстрацию вашей работы? А вообще идея в чем заключалась? Для чего это вообще нужно? Автоматизация, сбор данных, новостей. Разным компаниям нужно, либо акционерам, мониторингам. Кого это интересует? Узкий круг, да? Малые компании? Но вы можете в дальнейшем свои идеи как бы показать, да, компаниям, да? Да. У меня открыт доступ к GitHub. Мгм. Бизнес. Хорошо. Да? Или как? Вопросы есть? Алло? Я. Не слышно? Демонстрацию остановите. Хорошо. Все, я? Или как? Вопросы есть? Все понятно. Хорошо. Құрметті студенттер, қазір 10 минутта сіздерге эксперттердің Иә, бір адам қалып кім бізде. қалды? Мен қалдым, Нұржігіт рас. Иә, жаңа техникалық ақау болды. Жақсы. Дайынсыз ба, Нұржігіт? Иә, дайын. Нұрас, жақсы. Бастаймыз. Қазір.
Сәлеметсіздер ме? Мен Нұржігіт Нұрас Нұрланұлы, Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің бірінші курс студентімін. Менің жобам тақырыбы ақылды баспалдақ STEM технологиясы арқылы қауіпсіздік пен энергия үнемдеу заманауи шешім. Arduino платформасы негізінде жасалған интеллектуалды жарықтандыру жүйесі қозғалыс сенсорлар арқылы адамды анықтап, жарықты тек қажетті уақытта іске қосады. Қазір неліктен бұл маңызды деген сұраққа жауап берсем, қазіргі таңда энергия ресурсын үнемдеу және қауіпсіз ортаны қалыптастыру мәселелері өзекте, бағыттары бірнеше айға созылған, және орындар мен қоғамдық ғимараттарда жарықтандыру жүйелері электр энергиясын едәуір бөлігін тұтынады. Энергияның ысырабы, баспалдақ шамдары қажеттілікті болмаған кезде де жанып тұрады. Электр энергиясын артық тұтынады, мектептер мен колледждарға бұл шығын айтарлықтай сомаға жетеді. Қауіпсіздік мәселесіне келетін болсақ, жарықтың жеткіліксіздігі адамдардың қозғалуына қолайсыздық туғызып, жарақат алу қаупін арттырады. Әсіресе түнгі уақытта немесе жарығы нашар ғимараттарда бұл мәселе айқын сезіледі. Тиімсіз басқару кезінде көптеген білім беру мекемелерінде қарапайым жарықтандыру жүйелері әлі де автоматтандырылмай қолмен басқарылады. Бұл адам факторына тәуелділікті артылып, қателіктерді жол береді. Ал жобаның мақсаты мен міндеттеріне келетін болсам, зерттеудің мақсаты Arduino платформасы мен RIR қозғалысын сенсорларын пайдалану арқылы баспалдақтарды жарықта автоматты түрде басқаратын интеллектуалды жүйе қарастыру және оны тиімділік тәжірибе жүзінде анықтау. Ғылыми жаңалығы ол қозғалыс бағытына байланысты баспалдақ шамдарын кезең-кезеңмен жануын қамтамасыз ететін автоматтандырылған жүйе құрастырылады. Жалған сигналдар азайтуға арналған сүзгі алгоритмі енгізіліп, бұл құрылғы жұмысын тұрақтылығын артады. Зерттеу міндеттері ол бірінші автоматтандырылған жүйелердің жұмыс принциптарын зерттеу, Arduino платформасының мүмкіндіктерін талдау, RIR қозғалысын сенсорларын қызметтерін анықтау, автоматты жарықтандыру жүйесін құрастыру, бағдарламалық код әзірлеу, жүйенің жұмыс тиімділігін тексеру, энергияны үнемдеу деңгейі болып келеді. STEM технологиясы 4 бағытта. STEM ол ғылым, технология, инженерия және математиканы өзара байланыстыра отырып, оқытатын заманауи білім беру бағыты. Ақылды баспалдақ жобасында осы бағытты барлық элементтермен толық қамтиды. Ол бірінші ғылым, сенсорлардың жұмыс принципін зерттеу, инфрақызыл сәуле арқылы қозғалысты анықтау, механизмін түсіну және физика заңдылықтарын практикада қолдану болып келеді. Екінші ол бізде технологияда Arduino платформасын пайдалану, Arduino идея ортасында бағдарламалық код жазу, электрондық компоненттерді басқару және цифрлық сигнал өңдеу. Үшінші ол бізде инженерия болып келеді. Құрылғының электрлік жүйесін құрастыру, компоненттерді дұрыс жалғау, сызба бойынша монтаждау және жүйені сенімді жұмысын қамтамасыз ету. Төртінші ол бізде математика, уақыт алгоритмін есептеу, энергия шағын анықтау, сенсор сезімталығын калибрлеу және жүйе параметрлерін оңай жасау болып келеді. Ал жобаның техникалық компоненттеріне келетін болсақ, қолданылған компоненттер ол жобаны құрастыру барысында келесі негізгі компоненттерінен пайдаланады. Алдымен құрылғыны электр байланыс сызбасы дайындалып, кейін барлық элементтер өзара байланыстырады. Ол бірінші бізде Arduino платформасы, микроконтроллер жүйенің миы деп айтсақ болады, барлық сигналдарды өңдеп, LED шамдарын басқарады. Бағдарламалық код Arduino IDE ортасында жазылады. Және де ол бізде екіншісі ол RIR сенсоры болып келеді. Бұл инфрақызыл қозғалысының сенсоры адам денесінің жылуын анықтап, сигнал жібереді. Сезімталдағы реттелетін жалған сигналдарды азайтуға мүмкіндік береді. Үшінші ол бізде LED жарық диодтары. Бұл энергияны үнемдейтін жарық көздері баспалдақтарда сатыларында орнатылады. Төмен және жоғары бағытта кезекпен жанады. Төртінші ол бізде резисторлар мен қорек көзі, тізбекте қорғайтын элементтер және жүйені электр энергиясымен қамтамасыз ететін тұрақты қоректі көзі болып табылады.
бағдарлама код және алгоритмына келетін болсақ, Arduino идея ортасында жазылған бағдарлама жүйенің негізгі логикасын басқарады. Кодта қозғалысы, сенсорын сигналды оқу, LED шамдарын басқару және уақыт кідістерін орнату функцияларын қамтылған. Сигналдар қабылдау, ол бізде рир сенсоры адамның қозғалысын анықтағанда Arduinoға цифрлық сигнал жібереді. Бағдарламада бұл сигналдар үздіксіз бақылайды және өңдейді. Сүзгі алгоритмі ол жалған сигналдардың әсерінен азайту үшін арнайы сүзгі алгоритм енгізіледі. Бұл жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз етіп, қате іске қосуларды болдырмайды. Үшінші бізде LED басқару шамдары. Arduino LED шамдардың қозғалысын бағыты бойынша кезекмеске қосады. Әр сатыдағы жарық белгілі уақыт аралығында жанып, адам өткеннен кейін автоматты өшеді. Уақыт алгоритмі адам қозғалысы тоқтағаннан кейін жарық белгілері бір уақыт ішінде жануын жалғастырды, содан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл кідіріс уақытты бағдарламада реттеледі. Регламент. Нақты жобаңызға тоқталсаңыз, бар ма? Енді нақты жобама тоқталсам, қазір мен видео арқылы көрсетем. Міне мен шын өмірде жасаған макетімді көрсетемін сіздерге. Бұл жерде мен бірінші мен макет жасадым, сіздерге көрсетсем. Бұл жерде адам былай өткен кезде LED шамдары жанып, қайтан өшеді. Осыны байқасаңыздар болады. Бұл жерде бізде Arduino платформасы болады. Бұл негізгі миы деп айтсақ болады. Осы арқылы бүткіл сигналдар жүргізіледі. Бұл жерде бізде сымдар болып келеді. Осы резонанстар, осы тоқтарды, сымдарды реттейді. Және де LED шамдарды айтып кетсек болады. Осындай біз кішкентай макет жасаған болатынбыз. Осыны бізге енді шын өмірде іске асыру үшін бізге бірінші рұқсат және де қаржылық жағынан керек еді. Болды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Нұрас, қандай проблеманы шешеді бұл ақылды баспалдақ? Ақылды баспалдақтар ол көптеген проблемаларды шешеді. Ол бірінші адам қауіпсіздігін артады, әсіресе түнгі уақытта. Бұл баспалдақтар түнгі уақытта жанады де, адам кеткен кезде өшеді. Және де қазіргі таңда энергия қоры өте төмен болғандықтан, осы энергияны үнемдеп те айтсақ болады. Осындай көптеген артықшылықтарды айтсақ болады. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Құрметті студенттер, барлықтарыңыз камераларыңызды бір 10 минутқа өшіре тұрыңыздар, бірақ зумнан ешқайда шықпаңыздар. 10 минуттан кейін сіздердің эксперттер сіздерді бағалау бойынша айтып өтетін болады, жақсы ма?
Балалар, осындасыздар ма? Камераларыңызды қосыңыздаршы. Бізде Бекалы осында. Амир. Талғат ағай, олар басқа секцияға қорғауға кеткен ғой, мен жетекшісі отырмын. Одан кейін бізде соңғы қорғау. Ал құрметті 6-шы секцияға қатысқан, осы STEM технологиясы бойынша қатысқан білімгерлер, сіздерге көп рахмет. Сіздер бұл жерде өздеріңіздің білімдерін шыңдадыңыздар. Жалпы осы STEM бойынша өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп өттіңіздер. Енді бұл жерде барлықтарыңыз жеңімпазсыздар. Енді жарыс болған соң міндетті түрде әрине арасында жеңімпаздар болады. Сол себептен 3-ші орынға тоқталайық. 3-ші орын бізде. Үшінші орын алған бізде проектирование и 3D прототирование модульного защитного корпуса для учебного БПЛА дейді. Тұрсынбекұлы Жанбек бар ма осында? Да, здесь. Ага. Енді сізді неге біз 3-ші орынға лайық деп санадық? Себебі енді қазір өздеріңіз білесіздер, дрон аппараттары өте қымбат. Сол себептен және де ол өте актуалды дрондарды. Сіз бұны дрон макетін 3D принтерде жасапсызды, оны өзі өте еңбек. Және де оны бағдарламалап іске асырсаңыз, ол өте жоғарыда, өте спрос дейді ғой. Спросқа лайық болады. Яғни өзіңіз бір сөзбен айтқанда, өзіңіз осы дрон макеттерін шығарып, кәсіпкер болуыңызға болады. STEM-нің негізгі мақсаты сол, осы кәсіпкерлікке бағыттаушы. Енді 2-ші орынға тоқталайық. Бұл жерде бізде 2-ші орын. 2-ші орын Политех VR Simulation, яғни Орынбек Бекалы. Енді бұл жұмыстың негізгі ерекшелігі жалпы виртуалды өмірді насихаттау. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, қазір жасанды интеллект өте қарқынды дамып келе жатыр. Және де осы виртуалды технология біздің өмірімізге ақырындап еніп келе жатыр. Соны енгізушілердің бірі бізде осы Бекалы болып табылады. Бекалының жасаған ойыны өте қызықты. Яғни виртуалды өмірді осы өзіміздің білім ордасында өткізіп көрсетіп отыр. Сонымен қатар математикалық, арифметикалық есептерді қосып жатыр. Сонымен қатар осы, яғни өмірдің өзі ойын ғой. Сол ойынға енді жалпы біздің қазіргі заман осы ойынға негізделген технология болғандықтан, виртуалды өмірді осы ойынмен байланыстырып отқандықтан, 2-ші орынды осы Бекалыға беріп отырмыз. Енді 1-ші орынға тоқталайық, әріптесім Ариза Көпжасарқызы айтып кетеді. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар? Тағы да бір рет әріптестер, барлықтарыңызды мен осы конференцияға қатысып жатқандарыңызбен құттықтаймын. Енді жарыс болғаннан кейін орындар болады, жеңістер болады, бірақ та бүгін сіздер осы республикалық конференцияға қатысып отқандарыңыздың өзі ол өте үлкен жетістік. Енді орын алмағандар сақтарыңыз сынбасын, проекттарыңыздың барлығы өте жақсы, еңбектеріңіз көрініп тұр. Енді біз бұл жақта 3 эксперт бағаланған болатын. Осы 3 экспертпен жаңағы ортақ балдармен біз жобаның өзектілігіне қарадық, жобаның жаңашылдығына қарадық. Және де STEM жоба деген сөздің өзі, бұл Талғат Болатович айтып кеткенде, бұл кәсіпкерлік жағынан шыңдалу, яғни бұл дайын
толықтай дайын проект болу керек. Және де бұл проектті сіздер тек қана өздеріңіздің колледжда емес, басқа бір колледжға, болмаса басқа бір мекемеге барып, уже дайын ұсынылатын жұмыс болу керек. Біз сол бойынша бағаладық. Енді бірінші орынды айтап өтейін. Бұл бірінші орын бесспорно болды. Бізде 3 эксперт бойынша да бұл Жамбыл облысы жағдайында жылыжайда лимон өсірудің технологиялық және экономикалық тиімділігі білім беру саласындағы кәсіпкерлік моделі Рамазанов Манарбек бірінші орын иеленді. Себебі бұл жоба толықтай аяқталынған, және де бұл жоба қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр, және де тек қана өзінің өңірінде емес, басқа өңірлерде де жаңағы бұл жобаны ұсынуға болатын толықтай аяқталған жоба болғандықтан біз осы бірінші орынды осы жаңағы Жамбыл облысына беріп отырмыз. Енді модераторымызға, ұйымдастырушымызға жаңағы сөз кезегін берсек. Құрметті әріптестер, құрметті студенттер, енді 3 орынды белгілі болды. Барлықтарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Орындарыңыз және де қатысқан студенттерімізге міндетті түрде сертификат берілетін болады. Сертификатты және де дипломдарыңызды сіздердің жетекшілеріңізге жібереміз. Біздің Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің сайтына салынатын болады. Сол жерден де өздеріңіз ала аласыздар. Сілтемелерін міндетті түрде жіберетін боламыз, сол жақтан аласыздар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Барлықтарыңызға құтты болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жұқа берсеңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бір рахметтер. Болды, рахмет. Бағалауды айтсаңыз тезірек. Не деп айтам бағалауды?